Бір ауыз сөзінде үлкен ұлағаты жатқан ұлтымыз, ынтымағы жарасқан ел осат деп, бірлігі бекем елдің ертеңінің еңселі болатынын айғақтап кеткен. Осынау аманатқа қиянат етпеген еліміз бүгінде бүкіл дүние жүзі қызыға да қызғана да қарайтын, үлгі алатын іргелі мемлекетке айналды. Бүгінгі күні еншілеген табыстарымыз да осы көп ұлтты халықтардың достығымен тығыз байланысты. Еліміздегі осынау мызғымас ниеттің айғағындай болып, 1995 жылдың наурызында ұлтаралық татулық пен тұрақтылықтың кепілі Қазақстан халқы ассамблеясы құрылды. Бұл ешбір елдің тарихында бұрын соңды болмаған, ерекше, саяси маңызы зор құрылым, күрделі қауымдастық болатын. Халықтар ассамблеясының мақсаты, мүддесі қойылған туралы қазіргі таңда қоғамда алуан түрлі пікірлер бар. Біреулер оны ойласа тек қана ұлтаралық мәселелермен айналысады, екінші белгілі бір топтар оның ешқандай қоғамға алып келер пайдасы жоқ дегенде мәселе айтады. Бірақ бұның барлығы әрине үлкен қоғамдық ойын бір пұшпағы деп айтсақ болады. Өйткені Қазақстан халықтары ассамблеясының алдына қойған міндеті де мақсаты өте орасан зор. Қазақстан халқы ассамблеясы өзге елдерге, мемлекеттерге үлгі көрсетіп қана қойған жоқ. Бірліктің қазақстандық бірегей үлгісін қалыптастырды. Ассамблея мүшелері қашанда қазақ елінің ынтымағы мен бірлігін жақтап келді. Алғашқы референдумнан бастап, кешегі ел бірлігі доктринасына дейін ассамблея осы өмірлік мәселелердің бел ортасынан табылды. Достыққа дәнекер, ұлағатты істерге ұйытқы бола алды. Елбасы бір сөзінде мені небір қиын күндерде де демеп жүретін халықтың қолдауы, Қазақстандағы ұлттар мен ұлыстардың достығы. Біз қоғамда қалыптасқан саяси тұрақтылықты, ұлттар арасындағы ауызбіршілікті, ағайын арасындағы сыйластықты, адамдардың бір-біріне деген мейірімділігін көздің қарашығындай сақтауды, балаларымыздың балаларына аманат етіп өтеуге тиіспіз деп атап көрсеткен болатын. Елбасымыз өзінің бір сөзінде тамаша айтқан еді, бұл халықтарды өз еркімен келген жоқ, оларды тағдыр тәлкегі осы елге алып келді деп. Тағдыр тәлкегі осы елге алып келгеннен кейін оларға біз құшақ жая қарсы алуымыз міндетіміз. Өйткені патшалық Ресей кезеңінде, одан қалды кеңестік заманда осыға этнос өкілдерінің барлығы топтасқан болатын. Сол кездегі жүйелер осы халықты қазақ даласына қоныстандырды. Әрине қазақ халқының дархандығы, кеңпейілділігі оларға құшақ жая қарсы алып, оларды өзіміздегі бауыр бастық. Ал енді осы басқа этнос өкілдерінің бізде көп болуы, бұл қазақ халқының, Қазақстанның кемшілігі емес. Бұны біз артықшылығымызға айналдыруымыз керекпіз. Яғни басқа этнос өкілдерінің мақсатты, мүдделі жұмысы арқылы қазақстандық қоғам, қазақстандық ұлт құру идеясын бастамашылыққа алып отырмыз. Бұның қазіргі таңда әлемде күш сынасатын әлем емес, білекті жеңетін емес, білімді жеңетін заман. А басқа этнос өкілдерінің азаматтарын осы ортақ идеяда Қазақстан мемлекетін көркейтуге, оны дамытуға, дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосуға, солардың мысалы жұмыстарын біз пайдалануымыз керек. Қазақстан дамуының бір модулі ретінде ассамблеяның өз міндеті бар. Оның ішінде Қазақстанда мекендеп отырған әртүрлі ұлт пен ұлыстың өкілі өзінің мәдени және тарихи, этнографиялық өмірінен қалыс қалмай, осында өмір сүре отырып, өздерінің тарихи танымын байытуда, өздерінің мәдениетін, өнерін жоғалтпай отыр. Қазақстанда қалған немістер осы жерде туылды, отбасы құрып шаңырақ көтерді. Сондықтан өздерінің барлық жетістіктерін қазақ елімен байланыстырады. Мемлекеттік тілді меңгеруде құлшыныстары да жоғары. Керек десеңіз, аудандарда тұратындар қазақ тілінде еркін сөйлейді. Қазақстанда 130-дан астам ұлттың өкілі тұрады. 17 конфессияға біріккен қаншама халықтар бар, ұлттар бар. Осылардың барлығы бірлікте, татулықта өмір сүріп келе жатыр. Сондықтан енді шындығына келгенде осы мәселені жақсылап тұрып зерттеп, оның бір осы Қазақстандағы қалыптасқан осы бір достықтың бір алғышарттары, оның қалай айтайық, негізін талдап, оны бір әлемге бір үлгі ретінде ұсынатындай уақытта жетті деп ойлаймын.
Бүгінгі таңда бейбіт өмір мен ынтымақта тұрмыс кешіп отырған ел тұрғындары үшін ыстық ықылас пен достық ниеттің дәстүрі асыға күтер мейрамына айналды. Бұл күн әрбір қазақстандық үшін отанға деген сүйіспеншілік пен патриоттық сезімнің, азаматтық борыш пен жалпы ұлттық келісімнің мерекесі. Халық бірлігі мерекесі күні ел азаматтары ұлт пен ұлыстың өткен кезеңіндегі тарихы мен оның сабақтарын дәріптеп, әлемдік қауымдастық тарапынан жоғары бағаланған қазақстандық татулық пен келісімді паш етті. Қазақстанның бір шаңырағының астында 130-дан астам мемлекет, ұлттық мемлекеттер тұрады, ұлт өкілдері тұрады. Сол бір-бірімен қалыптасып, осы мен, например, достарым қазақ бар, армянин бар, шешендері бар, әзербайжандары бар, орыстары бар, кәрістері де бар. Ол өйтіп бір-бірімізді бөліп, кәріс, қазақ, орыс деп оттан алмаймыз. Қазақстан көп ұлтты мемлекет. Қазақ жері қандай кең болса, мұндағы халықтың да пейілі сондай кең. Мұның бәрі елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев пен қазақ халқының арқасында деп білемін. Мен өзім шешен ұлтынан болсам да, мысалға қазақ қыздармен, балалармен өзім бірге араласып, олар білгенді мен де біліп, барлығымыз бірге тату-тәтті ғұмыр кешіп келеміз. Кезінде тағдырдың жазуымен қасиетті қазақ даласына сан түрлі ұлт өкілдері қоныс тепкен еді. Бүгінде олар тегі басқа болғанымен теңдігі бір, қаны бөлек болғанымен жаны бір, арманы ортақ бір тұтас халыққа айналды. Туған елдің туының астында бірігіп, туған жердің тұғырын биік етуге бел шешкен азаматтарды бір тағдыр күтері анық. Осыдан 19 жыл бұрын іргесін қалаған ассамблея өркениетті әлемге өзінің өміршеңдігін дәлелдеп берді. Жуырда Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен Қазақстан халқы ассамблеясының 21-ші сессиясы өтті. Биыл ассамблея мүшелері сессияға 21-ші рет жиналды. Бұл жол делегаттар мен ассамблея мүшелері Қазақстан 2050 стратегиясы, бейбітшілік, руханият және келісім мәдениеті деген айдарды күн тәртібіне шығарды. Келер 2015 жыл мемлекет басшысының бастамасымен Қазақстан халықтары ассамблеясының жылы деп жарияланды. Бүгінгі сессияның өзегі бейбітшілік, руханият және келісім мәдениеті біздің осындай бірлікті ел болмысымыздың кепілі. Мәдениет тіршіліктің тірегі, ортақ игіліктің ұлықтап ұлы істерге ұйымдастырудың бірегей тетігі. Бейбітшілік, руханият пен келісім бәрінің тамыры мәдениетті. 20 ғасырдың ең басты заңы татулық. Өздеріңіздер білгендей, мына 18 сәуірде 21-ші ассамблея народ Қазақстан өтті. Сонда 500-ден артық делегаттар келді, бәрі түкпір Қазақстанда. Әрине, бұл ассамблея өте маңызды, өте керекті. Не дегенде Қазақстанда татулық, аузы-біршілік, бейбітшілік обязательно керек бізге. Мынау ближний зарубеж дейді ғой. Не болып жатыр, не қойып жатырғандар өздеріңіз білесіңдер, көріп жатсыңдар. Құдай сақтасын. Бізді Қазақстанымызға 21 жыл болды. Тыныштап, аманшылап, елімізде өсіп жатырмыз. Өсіп жатыр, жерімізде тыныштық. Бұл өте үлкен байлық. Не дегенде тыныштық. Әр уақытта бұл өте маңызды болып, тыныштық болса, әр мәселені, любой мәселені істеуге, атқаруға не болады. Татулық пен бірлік бар жерде алынбайтын асу жоқ. Еліміздің алға қойған асыл мұратын табысты жүзеге асыру үшін қоғамның бірлігі қажет. Бұл ретте елдігіміздің ертеңі бір халық, бір ел, бір тағдыр деген 3 сөзге сыйып тұр.